Бастау ауылының номер 2 жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Холжабай Жансая. Мектепке алғаш келген сәтім мұғалім едім, бірақ өзімді әлі толық мұғалім сезінбейтінмін. Менің алдымнан күлімдеп тәлімгерім шықты. Ол кісі мені жас маман деп емес, әріптес деп қабылдады. Бағыт берді, қолдады, жай үйреткен жоқ, мені сан қырымнан ашты. Осылайша менің алғашқы сәтсіздігім қорқыныш емес, үлкен тәжірибеге айналды. Келесі қадам практика. Бұл жерде теория сөйлемейді, мұнда бала сөйлейді. Мен мінсіз болуым міндетті емес, мен шынайы болуым керек. Мектептегі әдістемелік қолдау, ұжымның талапшылдығы мені бір нәрсеге үйретті. Ол ізденуге. Осылайша мен бір формуланы өзіме ұстаным еттім. Қызықтыру, сену және нәтиже. Сабақтарыма геймификация элементтерін қосуға тырыстым. Сабақ ойынға, қателік мүмкіндікке, ал баға мақсатқа айналды. Нәтиже де көп күттірілмеді. Мен қазір бір ғажайып әлемдемін. Менің бір күнім екінші күніме мүлдем ұқсамайды. Қызығы бар, қиыны бар, шаршататын сәттері де бар, шабыттандыратын сәттері де бар. Ұстаз болу, ол өте қиын ғой, шынымен қаласаң, жеңілдетіп аласың. Шын жүрекпен таңдап, мәртебесі асқақ, Ыбырай Ахмет Абай, ізін келемін жалғап. Ұстаз болып, өзгеге уақыт арнадық. Қызығы мен қиыны қатар жүретін мамандық. КМЖ жас, журналды толтыр,